Той менен құттықтап бастайын, бәріңді ағайын. Баршаларыңыз міне бүгін баршаларыңызға белгілі. Біздің Қожамұрат ағамызбен және Гүлжахан анамыздың шаңырағына келін келіп, Ақтүйенің қарны жарылып жатыр ағайын. Айналайын асыл халқым, салтанатты сәнді көктем құрмаймыз ба? Өнер болса тойда ғана қолдаймыз ба? Бүгінгі беташар той құтты болсын деп, еңгі зарап шамды шулатып бір шапалақты соқпаймыз ба ағайын. Бір қошемет соғайық ағайын. Ал енді құрметті ағайын, баршаларыңыз беташар тойға қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Әулетке келіп жатқан келін Арнұр балдарыңмен бақытты болам деп пес, жалпы осы әулетті бақытты қыламын деп келген келін болсын дейміз ағайын. Ал енді осы келіннің бетін ашатын, сонау Тандыдан келген, талай келіннің бетін ашып жүрген біздің ағамыз Әли ағамызға бір қошемет соқпаймыздар ағайын. Ал енді біз кезекті Әли ағамызға береміз, енді ортада беташар басталады ағайын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Мен айтатын тілектің бәрін мына Ринат балдарыңыз айтып кетті, соған қосыламыз. Той иелеріне малдарыңыз бақытты болсын дейміз. Мына халқымыздың атынан, отбасымның атынан жақсы тілектер тілейміз. Алла мына көпшіліктің ниетін Алла қабыл етсін. Тойлары тойға жалғассын. Осындай той жұғысты болсын. Жұғысты болады шығар, насып болса, жақындап қалдық біз жерде. Мына беташар дәстүрін бастағалы отырмыз. Жақсылап, сіздер шабытыма шабыт қосып, қиқулап, шапалақпен шабыт беріп отырсаңыздар, мына айтылып жатқан азғана өсиетті келін жақсылап тыңдап, содан жақсы нәтиже шығарып, қолдан келгенше жақсы келін атануға атсалса, әбден нұр болады. Мына беташарымызды бастайық, қабыл алыңыздар. Жиылып қалқым отырса, мән-мәнді сөздер тоқылса, тыңда сөзім жарасыр, ән салайын тамаша. Домбыра алып жүрген соң, шыраулы балық білген соң, ән саламын тамаша. Алдыңда отқан балдарың, бетін ашқан талайың, о жас келін, қонысың құтты жақсы елің, мәдени өмір тұрмыста, ауылдағы жақсы елің, үлгілді сен көмейін, шыр арнайын түгейін, шыршенді сен көзіңнен, ақылдасып көрейін, жұбайың отыр қасыңда, жалындаған жас жігіт, сайдың саяқ тасындай, жалындаған жақсы Әлемді айтып берейін, термелеп айтып көрейін, айналайын ақ келін, елге қонған бақ келін, отырған мынау жамағат, білсектейді-ау ат жөнін, бұл бір бейне ақ қоғыз, күлге ауысқан, іздеп тауып бақытын, сүйгеніне қосылған, байқап сөйлеңдер, әдеппен жақсы танысқан, иіледі сәл ғана, келін деген дауыстан.
ойландым да толғандым, атенеңмен жұртыңмен таныстырып берген ай келін, жұмыртқалай ақ келін, періштедей пәк келін, ата-ана жолы сол, еріңнің көңілін тап келін, елісіне үлес қос, аймағыңа жақ келін. Асың болса елге бер, қызғанып жұрттан қорыма, ақсақал келсе әдеппен, су құйып тұр қолына, кіші келсе ізетпен, күліп қарсы ал оны да. Бар болсаң аспан мақтанып, сабырмен қара жоғыңа, өнерпаз бол да өрге бас, үлгі бол жастар тобына, ерте тұрып есік аш, ерініп жатта төсекте, мезгілсіз келген ұйқыны көзіңе жақын дос етпе, жаңа түскен келіншек жақын болар өсекке. Кейбір келін болады, таладан қонақ келгенде аяғын жылдам жимайды, көрінгенмен ұрысып ауылдың бәрін былғайды, көргені жаман екен деп есткен халық шулайды, жақсы болар келіншек ондай әдет қылмайды. Әуелі өзің таза жүр, үстіңе кіршаң бастырма, айналасы үйіңнің тап-таза болып жатсын да, тұмғаның сусыз тұрмасын, қолыңды жумай ас қылмай. Сарапшан кен мақтамды бұлақ жерінде, еңбектері қайнаған, өсіріп ұлғы шайнаған. Келін боп үйге енгенде, көзің бір түссін шаңыраққа, иіліп келін сәлем сал, жалпы өткен әруаққа, әруақтардың құрметіне иіліп келін сәлем сал. Келін жан енді айтайын, асқар тауың сүйенер, шыңдатқанның біренер, ақыл айтар данаң боп, қорған болар панаң боп, асыл атаң қасыңда, абыройлы ауылына. Үлкен атаң Мақаш атты атаңа иіліп келін сәлем сал. Байлап айтайын, келіннің туған атасын, айтатыным келесі, қожалықтың егесі. Қожекең туған атасы, ұнамды болған кеңесі. Үлкендікке жарайды, қожекеңе бәрі қарайды. Он саусақта тең емес, қатарынан кем емес. Жиын тойды көп көрген, оң жаққа келін түсіріп, ар-нұрын үйлендіріп, дегеніне Алла жеткерген. Бұл атаңыз жақсылықты бастайтын, қанатынан аспайтын. Бұл ағамыз ешқашан ештеңеден шашпайды, қашпайтын. Арнұрдың мынау тойында аямай өзі тастайтын. Бұл ағамыз жасөспірім балдарға бар білгенін үйреткен. Салып қайтып алма, не қылмас? Қожекең балдарға қарап тоятын, жақсы оқыса бестеген баға қоятын. Шатақ болса ал балдар, төбелерін тәкібаймен қоятын. Мұғалім атасы, туған атасы Қожамұрат, шын көңілмен мойынды маған қарай мойнын бұрат. Айтқанды тыңдап ортада тұрат. Осы тойда салмағанда қайда салам деп аямай қайтып келіп халыққа көрсетіп ұрат. Естпей қалдым мына туған атасы Қожамұрат атаңызға иіліп келін сәлем сал. Майдалап тындырды бұлда. Екінші атап өтейін. Арнұрым екеу болды деп, аққуым келіп қонды деп, туған ене жүрегі
Turgan шығар елжіреп, кең даладай құшағын, алдыңа кеп жаятын, тәтті жылы жұмсағын, сақтап саған қоятын, қайраты қайнап күшпенен, қазаны оттан түспеген, Гүлжахан анау енесі мұғалім болып істеген. Той болды көп жиылып, төбеден нұр құйылып, туған енесі Гүлжахан енесіне иіліп келін сәлем сал. Я сізді қайып шақырмайын, бір атла сал жіберіңіз. Әрине әзіл. Ендігі кезекте мінекей кәнекелім сүйініп, жүзімнен нұр құйылып, әжеңізге сәлем сал, бейбанаға сыйынып, Зөра атты әжеге иіліп келін сәлем сал. Қадірлі үлкен қайнапаң, мінезі бір жайлы адам, кішіге үлкендігі жарасқандай, апа деп інілері бауырлары таласқандай. Бауырдың қамқоршысы, тілекшісі, ақылы көркіне сай жанасқандай. Бұл айтып отқан кісіміз Орынша атты апаңызға иіліп келді сәлем сал. Күлгенде күн арайлар, сыйлайтын сөзін талайлар. Сендерге деген бақытты апаларың, жезделерің, бауырларың көп ойлар. Аруша апасы, Гапон ағасы, Батес апа, Дина апасы, Сәкен ағасы, Зина апасы, Нағашыбай ағасы, Лена апасы, Қалдыбек ағасы. Бұлайша аға дейміз ғой, жезде ғой негізі. Апалар мен жезделерге иіліп келін сәлем сал. Айрықшалап айтайын, келінжан енді тыңдаңыз. Ыстығыңа күйетін, суығыңа тоңатын, екі талай күн туса, қорғанышың болатын. Серік қайнағаңа, бақыт жеңгеңізге иіліп келін сәлем сал. Жанағам десең жарасар, қайнағам десең жарасар, сүйсіндірген талайды, сүйсіндірген маңайды танып ал қайнағаңды. Берік ағасы мен Марал жеңгесіне иіліп келін сәлем сал. Ұл туысқан болғанда қыз туысқан болмай ма? Жанын үзіп беретін туған туыс бауырлар тұр қайда? Болған апасы Айткүл апа, Зылиха апасы Асан аға, Аман келді аға Шайра жеңгесі, Бауыржан ағасы Күләш жеңге, Бақытжан аға Айған жеңге, Әлия апасы Нарқұл ағасы, Ғалия, Димаш, Мария апалар, Жанка апасы, Сәнем апасы, Сұлтан ағасы, Салтанат апа, Таубай аға, Гүлжахан апа. Ізі Анабетті деп жазып қойған, аш жібер. Арысбек апа жездесі Ерғали Толқын, Гүлдархан апасы Нәсиба апа, Ләйла, Құлпынай апасы, Құралай апасы. Қожеке мына сияның бәрін қойып қасына апа деп жазыпсыз. Жалпы апаларға, ағаларға, жеңгелерге, бір сөзбен айтқанда бауырларға иіліп келін сәлем сал. Жақсы болсаң келін жан, түп нағашыңды құрметтеп сыйлап барасың. Құрметтесең сыйлассаң керегің дау аларсың. Түп нағашыларың Арнұрдың папасының нағашысы дейді бір сөзбен. Мантай зада арғын жанар, Амантай қаршыға Нәбира Бұқарбай. Тойтыш жолдас Гүлістан, Есен Назакат апасы, Гүлшат апасы, Таңатар ағасы.
Мақсат ағасы Нұрлан Рима, Мерей, Нұржамал Айдос, Бану, жалпы түп нағашыға иіліп келің сәлем сол. Гүлжахан апаның нағашысы Рима Жақсыбек, түп нағашыға да иіліп келің сәлем сол. Пейілдері кең екен. Мен біраз адамдай тегім ғой, біреу қасалыңыз. Пейілдері кең екен, атаңызға жен екен, нағашыларына айтатын әзіл сөзі мол екен. Атаңның жиендері Қадиша жеңге, Бақыт жеңге, Зілиха еркін Гүлсара, Ұшқын Райхан Нұрғали, Дилбар Толқын Гүлшатқа, Шарап жиен, Қайрат жиен, Жамбыл Бақыт Марат. Ортаға бар болса Барат, Мұрат жоқ болса Қожамұрат аға Ұрат. Жадыра Назира Жақсыгүл, Мөлдір Нұрбану Бақыт, Жазира Гүлзира Гаухар, Ұлданан Нұртілек, Нұрбұл Асима Әлия Асылхан, Жарқынбек Нұрлан Әлижан, Бауыржан Қалдан, жалпы жиендерге иіліп келім сәлем сол. Келді міне кезегім, бізді қашан айтат деп, жүректері лүпілдеп, кішілердің ағасы, ағынеттің ағашы, қалқына сыйла ағамыз артық қойғының бағасы. Жүрегі парасат нәртөгеді, абыройлы ағамыз мәртебелі, қыран қонған биіктен көрініңіз, туған жердің тау тұлған мәртөрені. Ол айтып отқан кісі, келіннің нағашы атасы, Төрехан атаңмен Жақсыгүл әжеңе иіліп келін сәлем сол. Хабаршысы дауылдың нағашы апаң нардайды, жақсылығы қалмайды. Енеңнің туған апасы бөтенің еш болмайды. Төрегүл атты нағашы апаңызға иіліп келін сәлем сол. Хабаршысы дауылдың, қамқоршысы қауымның қиындықтан қашпаған, астында жүрген ауырдың туған нағашылар Қадырхан Қазына, Жұмахан, Назархан, Лиза Зүлпия, Әділхан, Гүлжазира нағашыларға, Талғат Ғалия Асқар Бағила, Бауыржан Мерует Бақытжан, Жансая Самат Балнұр, Данияр Далыхан, Ситқали, Оразбай, Жаңаш, Сапарғали, Есенбек Элмира Сандуғаш, Бауыржан Гүлнұр Ғалымжан, Айсұлу Гүлдана Айгерім, Қасен Маржан Раушан Медет Айнұр, Нұрхан Гүлжайна Нұрсұлтан, Әсел Ерлан Бейбіт Рима, балаусаларға иіліп келім сәлем сол. Жақсыға мойнын бұрады, әңгіме дүкен құрады. Осы тойға әдейі, тойға келген Данияр Алматыда тұрады. 2000 километр жолды басып келген, той болады деп көңілі тасып келген, границадан қашпай келген дейм ба. Данияр, кездеңізге ағаңызға иіліп келін сәлем сол. Көршілерің жүрміне жағдайын жасап, үйіңнің нан бауырсақ пісіріп, қонағын жайлап жүгіріп, көршілер осы тойға бастап келген, Шарапбай Мамаш қоштап келген, Базарбай Дүржахан тастап келмеген, Қосым Бақтыгүл, Мұратбай Алия Жұмақ Болар, Жаңабай Гүлхан Қалдан Гүлбира, Айжамал Гүлназ Нарыбай атасы, Сирчан Ендіғой, Сейілхан Балайым, Рая Саду Мүтәбар, Азиз Асрар, Мылтықбай Сырға, Серік Тілла, жалпы
Көршілерге 7-ші кварталдан 20-ші кварталға дейін жалпы көршілерге иіліп келін сәлем сал. Қазірде бұлар ата-енең мен сіздесіп сыйласқан, жақсы ниет тойларын біргелікте тойласқан қайнатасының жора жолдастары, яғни Арнұрдың папалары болады. Асқар Гүлдария Асанбай Қарашаш. Oldu bu. Sonra da turmuşsun tağı bir keldirisi öyle. Tağı bir mısın sala veres. Aldığısı öz. Asgar Gülberiye Asanbay Karaşa, Sirik Külpan, Aynagül, Toybek Aygül, Tengir Ayzat, Nişanbek Gülmira, Rabiga Polat Cangaş, Nazira Nurlan Dina. Ata yenelerdi ortaga zina diyeyim ben. Жалпы ата енелерге иіліп келін сәлем сал. Мұғалім ана аға апаларға, мамаңның коллективі 9-ші мектеп оқытушыларына иіліп келін сәлем сал. Ауыл жұрты мақтаған жүректер алтын жақсалам, олардың айтқан сөзіне үлкен күші тоқтаған жаңғылдылық ауылдастар. Еркін әсем Малкен Мадина Айжан Талғат, Баршагүл Нарбай Баян Гүлбарам Әли. Жалпы ауылдастарға иіліп келін сәлем сал. Тұрдың туған інісі арқа сүйір тынысы. Туған қайныңыз Абаттың арайлап таңы атсын, еңбекпен күні батсын. Абат, сенде көп замай келешек әкел. Папаңның тойдан басы шықпай, сілесі әбден қатсын. Абат деген қайныңызға иіліп келін сәлем сал. Тағы да айтып өтейін, қадірлі екі қайнысы, қайнылар іске сайғысы. Ақ жігіт, сал жігіт деп ат қойсаң, сол болады ау жайлысы. Қайныңыз Бек, Иса, екеуді үш әріп оңай. Жалпы қайныларға иіліп келін сәлем сал. Сырласып жақсы сөзбенен жақын болар сізбенен. Қазірде сізге тік қарап ұнатып отыр көзбенен. Қай сіңілдерге жайна алма қыздарыңа иіліп келін сәлем сал. Жайып көпшік қойғы тұратығын жеріне дастархан жайып шай беріп әрқашанда құрметті. Арнұрдың класстас достары Дулат пенен Балауса, Жасұлан мен Несбелі, Меліс пенен Әсемге, Нұрсұлтан мен Марина, Нұршат пенен Ұлзира, Мақсат пенен Ұлзира. Ұлғи Ұлзира жинап апты бұлар. Елжаділ, Жандарбек Шімән әже, Ерболат Азамат, Азамат Уразгүл, Нұрислам Гаухар, Мақсат Гүлжанат, Байкен, Еркебұлан Ағерке, Қазыбек Балжан, Береке Луиза. Және бір қадірлі достары Арысбек, Карина, Әділет Абылай. Барсындар ма? Давай. Марал Ислам. Қазақстаннан келген Шәмбет, Үшқұдықтан келген Палчан Нұр Ислам. Аны шұрна бел сіз тұсақты. Жалпы достарыңа иіліп келін сәлем сал. Үлгінеге көрсетіп, әдет құрып салтыма, қолымнан келгенше қызмет қылып жүрмін өзімнің мынау қадірлі халқыма. Алдыңызда бет ашып отқан өзіме де иіліп келін сәлем сал. Алла пайдаң иесі, келін келді иелін, қуанышты қалайыққа сәлем сал шауқиылым. Көптен күткен сағынып, құда жекжат ағайым, жиналып жатыр жабылып, әнімді ашып тасайым, әнменен шашу шашайым, рұқсат болсай көпшілік. Келіннің бетіні ашайын
Енді қызған кезде бітіп қалды ғой, себебі құлжабала болмадыңыздар ғой. Рахмет зейілдеріңізге, қошеметтеріңізге, баршаңызға және бір той құтты болсын. Ал енді құрметті қалайық, мына Ринат пен Нұрсұлтанның сүйемелдеуімен, өнерпаз жігіттердің сүйемелдеуімен, сіздердің қошеметтеріңізбен, туған енесі Гүлжахан деген апай, сәлем апай, келіннің бетін ашуға рұқсат етіңіздер. Шапана ұрып отырыңыздар.